Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен өте нәзік, өте дәмді болып шығатын медовый торттың рецептін сіздерге ұсынатын боламын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге ыдысымызға сары майымызды саламыз, 100 грамм сары май, және 100 грамм қантты қосамыз. 160-150 грамм мьотты салып, водяной ваннада толықтай ерігенше отта ұстаймыз. Және бір чайная ложка толықтай еріген соң, бір чайная ложка сода салып, әппақ болып екесе ағарғанша, көпіргенше отта ұстайтын боламыз. Алдын ала 2 жұмыртқаны ыдысқа салып, жақсылап араластырып қойсаңыздар болады. Осылай толықтай еріп, екесе көтеріліп ағарғанша отта ұстаймыз да, 2 жұмыртқамызды 2-ге бөліп, жұмыртқаны қоса отырып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Өте тез араластырамыз, өйткені жұмыртқамыз ыстық неде пісіп қалмау керек. Одан соң ұнның жартысын қосамыз, яғни 300-200 грамм ұнды електен өткізіп, жақсылап араластырып, оны холодильникке салып қоямыз, бір жарты сағатқа холодильникке салып қоямыз. Осындай таразыға өлшеп, қалған ұнды 200 грамм ұнды қосып, жұмсақ қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Қамыр осындай болып шығу керек. Мен 5 бөлікке бөлдім, және қателеспесем 22 мм менің тортымның диаметрі. Осылай пергамент қағазға жайып алып, 180-200 градуста 5 минут, 7 минут пісіріп аламыз. Ыстықтай осылай жан-жағындағыларын кес аламыз, өйткені суыған соң біздің қуыштарымыз қатайып қалады. Егер қаймақ сұйық болып тұрса, осылай видеодағыдай суын сорғытып алсаңыздар болады. Сонда креміміз қою болып шығады. Біздің сгущенкамыз ыдысқа құйып, менде осындай сары су шықты. Қаймағымызды салып, жақсылап араластырамыз. Және 150 мл 33% сливкиді миксерлеп, жақсылап миксерлеп көпіргенше. Жаңағы массамызды, біздің сгущенка мен қаймағымызды осы сливкиге құйып, жақсылап араластырамыз. Осындай сұйық крем шығады. Енді тортымызды жинаймыз. Мен осындай формаға жинадым. 2 қасықтан салып, кремімізді жақсылап тортты жинаймыз. Сіздер кез келген кремді қолдансаңыздар болады. Сливки қоспасаңыздар да болады, өйткені қаймақпен сгущенканы араластырып, оны да қоссаңыздар болады. Негізі крем-чиз неге бұл медовый тортқа онша бармайды. Қалған корочкаларды жақсылап оқтаумен езіп аламыз.
формадан холодильникте 1 сағаттай тұрды менің тортым. Одан кейін пышақпен жан жағын аккуратно кесіп, үккіштен осындай корочкаларды үккіштен өткізіп майдалап тура видеодағыдай жасайтын боламыз. Өзіңіздің қалауыңызша әрлесеңіз болады. Торт өте дәмді, өте нәзік, жұмсақ болып шықты. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Бұл рецепт негізі мен сатып алған болатынмын. Өйткені 100% тексерілген рецепт. Сіздерге ұнаса мен өте қуанып қаламын. Ұнаса комментарий қалдырып, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Таңшолпан.